Сәлематсыздар ма? Жапонияда 15 жыл тұрып Қазақстанға келген Жадыра қызымызбенен циклды сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз. Бұған дейін біз Жадыра менен Жапониядағы көрген білгендері, түйгендері, алған тәжірибесі жайлы, және де жапон халқының салт дәстүрі, психологиялық портреті жайлы әңгімелеген болатынбыз. Ол парақшамызда тұр. Қаласаңыздар көріп, тағда бір рет қарап шығып, лайк басуларыңызға болады, пікір қалдыруларыңызға болады, комментарий жазуларыңызға болады. Ал бүгінгі сұхбатымыз Жапонияның демографиясы жайлы болмақ. Ендеше кеттік. Бірінші сұрақ мынандай. Жапония қартайып барады. Орташа өмір сүру жасы Жапониядағы 49 жас екен. Өзің әне күні бір әңгімеңде айтып қалдың. 2030 жылы Жапонияда бастауыш мектептеріне баратын бала болмай қалуы мүмкін деген қауіп бар деп. Неге жапон әйелдері өмірге перзент әкелгісі келмейді? Негізі Жапонияда бала туғысы келеді, бірақ та баланы туғаннан кейін де оны асырау үшін қаражат көп кетеді. Ең бастапқы кезде міндетті түрде жаңағы ауруханаға $4000 төлейсің, бірақ бір айдан кейін ол міндетті түрде қайтадан қайтып келеді үкіметтен. Басында төлеу керек болады $4000. Не үшін төлеу керек? Ол енді ол жағын білмедім. Босанғаннан кейін қайтадан береді. Босанғаннан кейін үкімет сізге қайтарып береді. Қайтадан. Бұл енді жаңағы тегін дегенің осы ма? Тегін. Тегін дегенің осы. Ал енді анау $10,000-12,000 деген анестезиямен туу шығар шамасы. Мүмкін, қандай бір жағдайдардан болуы. Ал егер жаңағындай өзің босанатын болсаң, онда жаңағы $4000 төлеп қоясың. Алдын ала мүмкін жаңағындай бір күрделі жағдай болған кезде соған қажет болатын шығар деп алдын ала төлеп қоятын болар, солай ма? Туғаннан кейін де ол міндетті түрде қайтарып береді. Қандай жағдай болса да бәрібір қайтадан қайтарып береді олында. Не үшін алдын ала ақы алады екен түсінбеймін енді. Дегенмен де алдын ала алған ақының өзіне де адамда ақша болу керек қой ондай. Ондай ақшасы болмаса, одан кейінгі баланың шығыны өз алдына бір бөлек, жаңағы алдын ала төлейтін ақысының өзіне ақшасы болмай жататын болса, онда әрине бұл да перзент әкелуге келтіретін кедергілердің бірі деп айтуға болатын шығар. Жапонияда бала асыраудан көрі ит асырау арзанға түседі дейді. Бүкіл Жапониядағы баланың саны 17 миллион ғана екендағы, иттің саны 22 миллион екен. Бұл сұмдық көрсеткіш ғой. Жапон әйелдері менен ер азаматтарының табысына байланысты ғой, отбасын асырау, өмірге перзент әкелу. Одан қала берсе Жапон деген ол жаңағы перзент әкелгеннен кейін оның ар жағында дұрыс тәрбиелі беру, білім беру мәселелерін міндетті түрде қарастырып, соған шамасы келіп жатса ғана өмірге сәби әкеледі. Болмаса әйтеуір Құдайдың берген нәсібі бар, өзі өсіп жетіле береді. Әлгі бір тоқты жаратсам, бір тал жусанды артық жаратамын деген Алла тағалам деп туа бермейді. Олар енді өзінің мүмкіндігіне қарап өмірге сәби әкеледі. Сондай жағдайда отбасындағы ер мен азаматтың табысы үлкен рөл атқарады. Оларда мысалы ерлердің жылдық табысы менен әйелдердің жылдық табысы екеуі арасында көп айырмашылық бар екен. Мысалы ерлердің жылдық табысы $40,000 жетсе, әйелдердікі $20,000 екен. Сонда бұл әйелдер дүниеге перзент әкелгеннен кейін өзінің перзентімен үйде отырып қалады ғой, табыс таппай. Сол үйде отырсын деп әдейі әйелдердің айлығын аз етіп қойған ба, болмаса басқа да бір себептері бар ма? Оларда көбінесе әйел заты ол үйдің адамы деп есептеген. Ал еркек адам ол сырттың, жүздің адамы деп. Бұл заң ешқашан өзгермеген. Қазір де ол жалғасуда. Заман өзгеріп жатса да, бұл жалғасуда. Сондықтан әйел адам ол жаңағы үйде отырып, баланы жақсы тәрбиелейтін болса, жақсы баланы жаңағы ортаға әкелетін болса, еліне қызмет ететін бала болатын болса, ол ананың тапқан миллион теңгесі деп есептейді. Өмірге перзент келген отбасында декреттік отпусканы, декреттік демалысты
әйел адам ала ма, жоқ болмаса ер адам ала ма, ақыры екеуі келісіп өмір сүріп жатыр екен. Мысалы Финляндияда ер адамда декреттік отпуск алып үйде отыруына болады, баласын қарап. Болмаса әйел адам да отыра салады. Болмаса жаңа кезектесіп бір ай ер адам, бір ай әйел адам алып. Ал Жапонияда бұл мәселе қалай жолға қойылған екен? Еркек адам декретке шықты деген естіген жоқпын. Бірақ та егер қандай бір қиын болып жатса, мысалы әйел адамның жұмысы өте үлкен жұмыс, үкіметтегі немесе еліне үлкен қызмет әкелетін жұмыс болатын болса, онда еркек адамы түсініп декретке шығуы мүмкін. Бірақ ондай жағдайлар болған емес. Көбінесе әйел адам декретке шығады. Отбасының жақсы өмір сүруінде мысалы мемлекет дәрежесінен көрсетілетін қызметтердің де үлкен рөл атқаратыны бар. Ол қызмет арзан ба, қымбат па? Жапонияда ең қымбат қызмет электр энергиясы екен, электр жарығы екен. Атом электр станциясы бар Жапонияда. Неге электр жарығы қымбат сонша? Өйткені халық саны көп, жаңағы барлық зат тоқпен жұмыстайды, метросы болсын, не зат болсын, барлығы тоқпен жұмыстайтын болғандықтан көп тоқты сұранысқа ие. Ол сұранысқа ие зат, ол міндетті түрде қымбат болады. Жапонияда отбасын құру қиын дейді, ұзақ уақыт бойы. Қыздары тұрмысқа шыға алмайтын көрінеді, ерлері үйлене алмайтын көрінеді. Сосын үйленгеннен кейін әйел адамдар үйленбесе де, жаңағы үйленбей де бір бала өзіне жасап алуға тырысатын жағдайлар болатын көрінеді. Болмаса жаңағы ер адамдарда білмеймін, енді бала асырап алам екен. Осындай жартылай отбасылары Жапонияда. Мәселен, жалғызбасты әйел делік, демалыс күндері ма, белгілі бір уақытқа ма, ер адамдарды жалға алатын қызмет бар екен, сондай жалға беретін. Бір отбасы, мәселен, қызы бар бір әйел, ер адамды сенбі жексенбіге жалға алуы мүмкін. Ол келіп, енді әйелменен жаңағындай жақын ерлі-зайыпты қатынаста болмайды, бірақ та тура өзін сол үйдің жаңағы әкесі құсап ұстайды. Өзін солай. Бірге жүріп тамақ істейді отбасында. Сосын бірге жаңағы баланы алып шығып қыдыртады, саябаққа апарады, ойнатады. Осы ерлі-зайыпты адамдар қалай өмір сүрсе, баланың ата-анасы қалай өмір сүрсе, солай өмір сүреді. Тек қана екеуінің арасында жаңағы ерлі-зайыпты қарым-қатынас қана болмайды. Бұл жаңағы баланы бір мезгіл өзінің жаңағы толыққанды отбасында сезіну үшін жасалынатын нәрсе екен. Осы дәстүр жайлы естігенің бар ма? Жоқ, естімеппін. Негізі, жапондықтардың жай үйленетіні ол рас нәрсе. Себебі отбасыға өте жауапкершілікпен қарайды. Отбасы ешқашан бүлдіріп алмауға тырысады. Және де статистика бойынша қарасақ, әлемдегі ажырасу ең төмен халық ол жапондықтар. Жапондықтар ешқашан ажыраспайды. Үйленгеннен кейін ажырасу ол болмайды деп есептейді. Ал егер де ажырасқан адам болса, ол жұмыста жаңағы көтеріле алмайды, жоғарылай алмайды. Бұдан бұрынғы сұхбаттарымызда айтып кеттік, Жапонияда туылған балаға азаматтық беру үшін оның әке-шешесінің бірі жапондық болу керек, және де туылған бала 5 жыл бойы Жапонияда тұру керек азаматтық беру үшін. Ал енді аралас некеден туылған балалар, мысалы әкесі жапон, шешесі қазақ, болмаса шешесі жапон, әкесі қазақ деген сияқты. Сондай аралас некеде туылған балаларға берілетін жеңілдіктер, жәрдемақылар, бәрі де сол біртекті некеден туылған балаға берілген жәрдемақы секілді ма? Сондай ма? Жоқ болмаса жалпы Жапонияда жаңа туылған балаларға қандай жеңілдіктер беріледі? Жалпы аралас неке болсын, немесе ол шетелдік адам, жаңа ұлттың адамы кеп ол жерде бала тусын, барлығына бірдей қарайды. Ол Жапонияда тұру резиденті ма? Барлық тұратын енді резиденттерде барлығында бірдей біркелкі
қарым-қатынас жасалады. Мысалы, өзімнің інім кішкене 8 жасына барды Жапонияға. Балаға беретін ақша болады ай сайын. Жапондықтарға да бірдей ақша берді. Менің ініме де сондай жәрдемақысын алды. Сондықтан ол ешқандай бөлмейді. Тек құжаттарды дұрыс жөндеу керек. Сенікі менікі деп бөлмейді. Балаға жақсы қарайды. Әрине, енді бала деген енді болашағы болып тұр ғой. Жапонияның демократиялық жағдайы осындай бір кризисті жағдайда болып тұрған білетін Жапония үкіметі сол кризиске қарсы қандай шаралар атқарады? Әлде болмаса онсыз да жаңағы тығыз орналасқан кішкентай ғана аралға халық үшін оның өсімінің болуы маңызды емес па? Ол енді жапондықтарға өте қиын сұрақ. Себебі оны арада ойланып жатыр, береде ойланып жатыр, әлі шешілмеген зат. Халықтың жастарды көбейту керек, баланы көбейту керек. 2030-ға дейін шынымен де бала жоқ болып кететін болса, онда қарттар көбейеді. Қарттарға көп пенсия төлеу керек болады. Бұл деген үлкен экономикалық шығын бір жағынан. Экономикаға үлкен алып соғатын қиыншылық болады. Оны шешу үшін көбінесе осындай жағдайлар керектеніп жатыр қазір. Жаңағы Жапонияға оқығысы келетін, білгісі келетін көптеген енді шетелдік азаматтар бар ғой, жұмыс жасағысы келетін, олардың барлығын қабылдап, олар енді ол жақта тұрғанда мысалы балалы болатын болса, оны да мысалы дұрыс көзқараспен қабылдап, бұрынғы өздерінің көзқарастарын өзгертіп жатыр. Тек біз өзіміз жапондықтарымыз ғана болуымыз керек емес, бізге шетелдіктер көмектеседі екен. Жаңа жұмыс жасап жатқан шетелдіктер ол пенсия төлеп жатыр, онымен салық төлеп жатыр. Салық төлеп жатыр, онымен біз жаңағы жапондық қарттарға мысалы төлей аламыз дегенде, сөйтіп ешқандай үзіп алмас үшін шетелдік азаматтарды да қабылдап жатыр қазір. Демографиялық мәселе бізде де бар ғой. Жеріміз кең, халқымыз аз. Бізге де көбеюге тура келеді. Қалай ойлайсың, қазақ көбею үшін қайтпек керек? Көбею керек, бірақ та білімді, нәрлі, құнарлы азаматтарды сапалы ұрпақты әкелуіміз керек. Сапалы ұрпақты тәрбиелеу үшін біз қазір жастар білімге құштар болуымыз керек. Саны бар, сапасы жоқ болмауымыз керек. Санымыз аз болса да, сапамыз көп болатын болса, онда керемет нұр үстіне нұр болар еді. Және де жақсы білімді қыздар, мысалы жігіттер бір-біріне үйленіп жатса, одан жақсы білімді бала болады деп ойлаймын. Жарайды, енді жас болу бар да, қартаю бар. Қартаю ол өмірдің заңы. Өзің қарттық шағыңды қай елде өткізгің келеді? Барлық жағдай туғызылған қарттар үшін Жапонияда ма жоқ, Қазақстанда ма? Егер Қазақстанда болсаң, қай мекенді қалар едің, таңдар едің? Әрине қазақ елінде өткізер едім. Себебі қанша шетелде жағдай жасалғанмен, сен өз еліңде болмасаң, ол неге керек? Оның бір мән мағынасы жоқ деп ойлаймын. Қартайғанға дейін өз еліңде еңбек ет, құрметті адам бол, өзіңнің ортаңды тап, дұрыс өмір сүрсең, ол өз еліңде де жаңағы қанша үкіметтен жағдай жасалмай тұрса да, өзіңе жағдай жасауға болады. Оны біреуге қол жайып отыруға болмайды. Үкімет сөйтті екен, немесе балам солай жасап бермеді екен деп. Ал адам жас кезінде ақылды, дұрыс өмір сүріп, аяғын дұрыс басатын болса, қартайғанда да сондай дұрыс жолмен қартайып, ешқандай бақытты күн кешуге болады деп ойлаймын. Дұрыс қадам жасау, әрі уақытылы қадам жасау, өмірдің заңы, жақсы өмірге әкелетін әрекет екені рас. Жалпы сұхбат алған адамның жеке өміріне тереңдеуді мен онша аса ұната бермеймін. Дегенмен де бұл көпшіліктің көңілінде тұрған сұрақ қой деген мақсатпенен бір
кешірім сұрай отырып өзіңнен бір сұрақ қойғым келіп отыр. Қазақта сөз бар, бидайдың барар жері диірмен, қыздың барар жері бірдеңе деп жатады. Иә, жеңгелері, аналары осындай құлағына сыбырлап жатады. Ондай сөзді құлағың шалған жоқ па? Өзің біраз жасқа келіп қалған екенсің. Иә. Қазақстанға келгеннен бері көп адамдардың сұрайтын сұрағы осы. Әрине дұрыс сұрақ деп ойлаймын. Жол мақсаты жету, қыз мақсаты кету дейді ғой. Мұраты. Иә, қыз мұраты кету деп айтады ғой. Бірақ та осы күнге дейін енді тұрмысқа шықпай жүрген себебімнің бір себебі бар. Менің ортам, мектебімнің барлығы шетелде болғандықтан, шетелде жаңағы шетел азаматтармен бірге өмір сүргендіктен ортам қазақ болмады. Бірақ өзім жүрегім сол қазақ адамдар болса екен, қазақ достарым көп болса екен деп ойлағандықтан да шетелдік азаматқа тұрмысқа шыға алмадым. Енді Қазақстанға келіп жатырмын. Алла қаласа. Шетелдік азаматтарға тұрмысқа шығу мүмкіншілігі болды ма? Әрине болды, өте көп болды. Біздің қазақтың қыздары енді сұлу деп айтарым. Жақсы, инабатты, тәрбиелі. Сондай қыздар болғандықтан шетелдіктерде... Және перзент әкелуден қорықпайтын. Иә, шетелдіктерде оны жақсы көретін мысалы. Бәрібірде біз өзіміздің қанымызды, қазір әлемде ең таза ұлттың қаны ол қазақ. Қазақтардың қаны таза. Осы таза қанды жоғалтып алмас үшін біз әрқашан қыздар өзіміздің азаматтарымызға тұрмысқа шығу керек. Міндетті түрде деп ойлаймын. Ал егер бұл қанды жаңағы бұзып алсақ, бізге деген, ұлтқа деген қиянат деп ойлар едім. Өзіміздің бақытымызды емес, ұлттың бақытын ойлау керек. Ал ұлтымыз бақытты болатын болса, біз де бақыттымыз деген сөз. Сондықтан көп енді әркім өзі біледі ғой, дегенмен де біз бір дегенде ұлтымызды алға қоюымыз керек. Алла қаласа, әрине енді ғана Қазақстанға келіп жатырмын. Жақсы ер азамат жолықса, әрине көп балалы ана болуға ниеттімін. Ниетіңе жет, әмин, тілегіңе жет, рахмет. Қыздың бағы жолдасыңнан дейді, жолдасынан дейді, жақсы жұбыңды тауып, бақытты өмір сүруіне тілектеспіз. Рахмет бүгінгі әңгімеңе. Құрметті көрермендер, біз Жапониядан келген қазақ қызы Жадыраменен сұхбатымызды, бүгін 3-ші сұхбатымызды өткізіп отырмыз. Бұған дейін біз Жапониядағы Жадыраның көрген білгендері жайлы, түйгендері жайлы әңгімелеген болатынбыз. Және де Жапонияның салт дәстүрлері, халқының психологиялық портреті жайлы әңгіме дүкен құрған болатынбыз. Бүгін міне демографиясы жайлы айттық. Сіздерге Жапонияның демографиясында қандай мәселелер сіздерді толғандырды, қандай өздеріңіздің ойларыңыз бар осы демографияға байланысты, Қазақстандағы демографияға байланысты қандай ойларыңыз бар, комментарий қалдыруларыңызға болады. Лайк басып, бөлісуді ұмытып кетпеңіздер. Келесі сұхбатымыз Жадырамен болатын 4-ші сұхбатымыз Жапониядағы білім жүйесі туралы болады. Ендеше жіберіп алмай, парақшамызға жазылып, келесі сұхбатымызды да көруге тырысыңыздар, сау болыңыздар.